Ассаламалейкум, қазақтарым. Жақында біздің мүфтият мына әйелдер, қыздар, келіншектер күйеуге шыққан кезде фамилиясын былайша айтқанда тегін өзгертуге болмайды деп фетва шығарыпты. Бүкіл бұл жай ғана мүфтият емес, мүфтияттың ғалымдары, ғұламалары шығарған фетва бұл. Сосын бұл таң қалдым да, ондай мүфтияттың ғұламалары осындай дүмші молда болса, басқалардан не күтеміз деп. Мүфтияттың бүкіл дүмші ғалым-сымақтарының миларына келмеген пәтуаны мен түзетіп берейін деп шештім. Аллах Құранда фамилияларыңды емес, тек әкелерінің атын өзгертпеңдер деп бұйырады. Күйеуге шыққанда әйелдер күйеуінің фамилиясына өтіп, тек қана фамилиясын өзгертеді, ал әкесінің аты ешқандай өзгеріссіз қалады. Сондықтан осындай мүфтияттың білімсіз пәтуаларын тек шайтанның шатпырағы деп қана қабылдауға болады. Егер шындық іздесеңіздер, онда менің сайтыма кіріңіздер, менің YouTube каналыма жазыңыздар. Өйткені менен басқа шындық айтатын адам жоқ қазір бүкіл әлемде.